Я эфирде бүгін жексенбі, бірлігіміз жарасқан, көз сүймесін ереме. Ал мен әнді сенен де жақсы айтамын, әрқашан. Ал менің үлкен дәу күшті мәшинем бар. Ал менің үлкен қуыршағым бар. Ол қуыршақ қызық емес, жігіттер қуыршақпен ойнамайды. Мүлдем қуыршақпен ойнамай ма? Мүлдем қуыршақпен ойнамайды, Ирина. Мүлдем қуыршақпен ойнамайды. Біздің бойымызбен бірдей үлкен қуыршақ болса да ойнамай ма? Мұнандай болса ма, бойымызбен бірдей? Иә, сондай. Ондай қуыршақпен ойнап көру мүмкін енді. Енді ол жайында бізге толығырақ әріптесіміз Үнжу айтып берсін, бірге тамашалайық. Құрметті көрермендер, экранға мұқият зер салыңыздар, ол жайында Үнжу айтып береді. Бүгін жексенбіде. Жұмыс деп жиенімнің туған күнін ұмытып кетіппін ғой. Оған не сыйласам екен? Жоқ. Онсыз да оның ойыншықтары жеткілікті. Әрине оған ұнайды, бірақ май қызметкерлеріне ұнамайды. Бұл да жарамайды. 2 минуттан кейін жоқ болады. Одан не пайда? О, таптым. Меніңше сіз бүгін маған көмектесе аласыз. Да, конечно. Әрине, біздің аниматорлар сол үшін жұмыс істейді. Біз мереке иесінің көңілінен шығу үшін ол туралы алдын ала ақпарат жинаймыз. Мысалы, сіздің жиеніңізге не ұнайды? Ол ниндзя тасбақалары туралы мультфильмді таңнан кешке дейін қарайды. Тағы? Тағы да оның барлық киімдері, футболкалары, кепкалары барлығында Спайдермен дейді ғой, өрмекші адамның суреттері бар. Мне кажется, я знаю. Түсінікті. Бұл тышқанның аты Гриша. Аниматорлар бос уақытында дәл осы тышқаннан көңіл көтеруді үйренеді. Ал бұл аниматордың аты Брэд Питт. Қандай үлкен ауыр ма? Жоқ. Неден жасалады, жалпы бұл зиян емес па? Синтепон, поролон и много еще страшных слов на он. Ал қалай демаласыздар бұдан? Жалпы ауа қай жерінен кіреді? Барлық ауа осы жерден кіріп, осы жерден шығады. Артем, ал сіз бұл кәсіпке қалай келдіңіз? Я услышал объявление. Мен көңілді, белсенді, позитивті жастар керек деген хабарландыруды естідім. Сосын өзімді сынап көрейін дедім. Міне, содан бері 4 жыл өттік. Мейрамға дайынбыз ба? Конечно. Держите меня за руку. Біз қай жердеміз? День рождения на празднике, вперед! Бір ойшыл ұзақ ойланып отырып, адам апта бойы демалысты, жыл бойы жазды, ал өмір бойы бақытты күтумен болады деген екен. Сәл ойлансақ, расында да солай. Ал аниматорлар бақыт пен қуанышты күтетін емес, оны ұйымдастыратын адамдар.